Елордаға еліміздің әр өңірінен 31 учаскелік полиция инспекторы келді. Олар Ішкі істер министрлігі дәстүрлі түрде өткізетін үздік учаскелік полиция инспекторы байқауының қатысушылары. Халық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қоғамдық тәртіпті сақтаушылар. Тұрғындармен тікелей жұмыс істейтін учаскелік полиция инспекторлары кәсіби білікті және білімді болуы тиіс. Оларға жүктелген міндет пен артылған сенім жоғары. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жолдауында учаскелік полиция инспекторларының мәртебесін көтеріп, олар азаматтарға жақын, қолжетімді және беделді болу керек екендігін атап өтті. Ішкі істер органдарында учаскелік полиция инспекторларының маңызы зор. Олар күнделікті халықпен тығыз байланыста болып, азаматтарға көмек беріп, полицияның абыройын көтеруде. Учаскелік полиция инспекторлары арасында бәсекелестік орнатып жұмыстарын жандандыру үшін өткен байқаудың аймақтық кезеңінде өңір үздіктері іріктелді. Олар өзара бақ сынасып, халық таңдауы жасалды. 500 мың адам онлайн дауыс беріп, үздіктері анықталды. Олар Нұр-Сұлтан қаласы және Түркістан облысы полиция департаменттерінің қызметкерлері. Үздік полицейдің бір сатыға лауазымы көтеріліп, құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен марапатталды. Жүнісбек Ұлан Нұрмаханұлы, Нұр-Сұлтан қаласының участок полиция инспекторы. Министр мырза, полиция капитаны Жүнісбек марапатталуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызметтен. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторлардың да еңбегі ерен. Қазіргі әлеуметтік мәселелердің бірі жасөспірімдер арасында қылмысты болдырмау, санын азайту. Бұл іске жауапты әйел қызметкерлерге де медаль мен алғыс хат табысталды. Олардың қатарында 3 қылмыскерді ұстап, күдіктіні анықтаған батыл қызметкер Анаргүл Нұрғалиқызы да бар. Қалағашева Анаргүл Нұрғалиқызы, Атырау қаласының участок инспекторы. Бүгінде учаскелік инспекторлардың жағдайы жасалған, полиция пункті жабдықталған, қызметтік автокөлік, бейне жетондар, электрондық планшеттер берілген. Учаскелік полиция инспекторларының мәртебесі заңнама бойынша көтерілді. Министр мырза, сізге барлық учаскелік полиция инспекторларының атынан зор алғысымды білдіре отырып, қызметтік міндеттерімізді адал атқаруға, бар күш-жігерімізді салуға уәде береміз. В должности участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних я работаю уже 24 года. И за все это время ни разу не пожалела о том, что выбрала эту профессию. Мне приносит большое удовольствие работать с подростками. Каждый отдельный случай, связанный с несовершеннолетним, я рассматриваю в первую очередь как мать, воспитывающая 2 детей. В нашей профессии нельзя видеть в ребенке правонарушителя или преступника. Он еще не осознает всю ответственность и не понимает, насколько он может негативно отразиться на его судьбе. Претворяя в жизнь положение концепции слышащего государства, считаю приоритетом служение народу, повышение его доверия к органам внутренних дел. Үздік учаскелік полиция инспекторларының жиынында әр өңірдегі КСК басшылары мен еріктілер де ел дамуына қосқан үлестері үшін Ішкі істер министрінің алғыс хатына ие болды. Сегодняшнее мероприятие, конечно, такое торжественное и стимулирующее нас, я бы сказала. Впервые за 30 лет произошло такое награждение, когда собрали общественность, волонтеров, правоохранительные органы, сказали много хороших слов, наградили. Мен өзім Қарағандыдан келдім. 28 үй бар бізде. 2,5 мың адам тұрады елдер. Біздің участковый Тойтыбаев сағат. Мен мақтанбай, мынаны істедік деп. Мен өз участковыма в первую очередь көп рахмет. Қазір бәрі өзгеріп келеді. И я рада вас всех видеть здесь. И празднование это для вас большая честь и для меня большая честь. Рахмет сіздерге. Жұмыстарыңызға шынымен низкий вам поклон. Я как мать говорю, я как общественница говорю, низкий вам поклон.
Учаскелік полиция және кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторлар пәтер иелері кооперативі жетекшілерімен тығыз байланыс орнатқан. Қоғам тыныштығы, қауіпсіздікті сақтау бағытында бірлесіп атқарған жұмыстың нәтижесі мол.